сіздерге детский юбка брюки көрсетемін, қалай пішетін. Юбка шорти деуге де болады. Ол үшін мынандай кез келген матаңызды алып, 4 бүктейсіздер. Мынау бүктелген несі осыяқ қарап тұрады, ұзындық жағы жабық болу керек. Мінекей осыдан мен қазір сіздерге қалай пішуін көрсетемін. Ол үшін бізде мына жерден 20 сантиметр алып аласыздар. Мына жағынан да 20 аламыз. Сөйтіп бұл жерде квадраттаймыз. Тура шаршы сызып аламыз. Үлкендерге де, кішілерге де тура осылай тек өз размерлеріңізді салуларыңыз керек. Мына бүйтіп сызып алдым. Бәр жағы 20-да 20 болды. Мынау да 20, бұяғы да 20. Мына жерден 3 сантиметрді алып, біз мына жерден бұлай сызып аламыз. Міне. Сызып алғаннан кейін мына жерден түзу түсіруге де болады. Біз енді клештау аламыз бұлай. Мына жерде өзіңіз сол бір 3-4 сантиметр, 5 сантиметрге шейін қосуға болады. Міне осылай. Ұзындығы өздеріңізге байланысты. Енді біз бұны кесіп көрсетейін. Кесу үшін мынаның 2 қабат бір бетін кесіп аламын. Ешқандай запас қоюдың қажеті жоқ. Міне. Осылай кесіп алдық. Енді арқасын пішеміз. Арқасын пішу үшін мына жерден бұлай алып, бұл жерден де 3 сантиметр алып, мына жаққа қосамыз. Міне. Осылай қосып аламыз. А мына жағын тура осылай сызып аламыз. Енді осыны қырқамыз. Міне қырқып алдық. Қарасаңыз, арт жағы бізде ұзындауы болады, алды қысқалауы болады. Енді бұны бұлай ашып қоямыз да, алдыңғы жағынан, міне мына алдыңғы жағы, мына арт жағы болған жаңа, бұл жер үлкендеу болған. Қазір сызып қояйын бүйтіп. Алдыңғы жағынан біз 2 сантиметр өлшеп аламыз да, бұны біз мынау арқасының сызығына қосамыз. Ең арқаның ұшына қосып аламыз бүйтіп. Енді осы жерді қырқып алып тастаймыз. Міне қырқып алдық. Қырқып алғаннан кейін алды қысқа, арт жағы ұзын болады. Енді біз бірінші мына жерін тігіп аласыздар. Одан кейін бұны ашып, мына ауын тігіп аласыз. Ау дейміз, шаговой шоп деп айтады орыстарда. Мына жерін тігесіздер. Мына үшбұрышты тігесіздер. Бұлай тігіп аласыздар. Сөйтіп, мына жоғары жағына резинка саласасаңыздар болды. Міне осылай үлкендеуге де, кішілерге де пішуге болады. Бұл өте ыңғайлы. Үлкендер болғанда, ересек адамдарға 3 емес, 5 қосылады. Кішкентайларға 3 қосып ала бересіздер. Міне осылай оп-оңай пішуіңізге болады. Пішіп тігіп берсеңіздер болады. Бұл үйдегі кез келген матадан, үйіңіздегі өзі киілмеген тастаған көйлектеріңіздің етегінен кесіп алып, пішіп тігіп беріп, қолдарыңызды жаттықтырып үйретіп алыңыздар. Бұл өте оңай. Бір арзымайтын жарты сағатта тігіп бере алатын боласыздар. Осындай юбка шортиларды.